Біз осы сабақта Кристин Ханна деген автордың The Nightingale, Бұлбұл деген шығармасынан үзінді оқимыз. Сонымен бастадық. Ваян smiled as she went back into the house and retrieved her hat from the hook by the door. Аударамыз. Виана күлімсіреді. As she went back деген, мынау went back деген, go back дегеннің өткен шақтағы түрі. Go back деген қайту, кері келу деп аударылады. Сонымен күлімсіреді, үйге қарай кері қайтқанда күлімсіреді дейді. Және retrieved her hat деген, hat деген шляпа, бас киім. Hook деген ілгіш. Ал by the door деген есіктің жанындағы ілгіштен, тан-тен жалғауын жасайды. Есіктің жанындағы ілгіштен өзінің бас киімін алды деп аударсақ болады. Retrieve деген сөздің аудармасы жалпы кейде алу, кейде қайтып алып келу деп аударылады. Бірақ мына жерде біз алу деп аударамыз. Сонымен ол өзінің бас киімін ілгіштен алды және үйге кері келе жатқанда күлімсіреді деп сөйлемді аударамыз. Ары қарай, a strawberry blonde with porcelain thin skin and sea blue eyes, she always protected herself from the sun. A strawberry blonde деген, strawberry деген сөздің аудармасы құлпынай, ал blonde деген блондин деп аударылады орысша. Қазақша аққұба, ақсары деп аударсақ болады. Яғни бұл сөйлемде Вианнаны суреттеп жатыр. Құлпынай жүзді, аққұба келген, with porcelain thin skin дегені терісі жаңағы porcelain, фарфор сияқты жұп-жұқа деп аударып тұр. Және sea blue eyes, көздері sea blue, теңіз сияқты көк дейді. Теңіз көк дегені. She always protected herself. Ол өзі деген сөз, әрқашан, always әрқашан, қорғады, күннен дейді. From the sun, күннен, өзін әрқашан қорғады деген сөйлем. Осы жерде, мысалы, сөйлем жасасақ болады. She protected herself. Өзін қорғады. Егер біз ұлға айтатын болсақ, онда he protected himself деп айтамыз. He protected himself. Бұл да ол өзін қорғады деген сөйлем болады. Тағы да, мысалы, біз өзімізді қорғадық деп айтатын болсақ, we protected ourselves болады. Біз өзімізді қорғадық. Немесе олар өздерін қорғады. They protected themselves дейміз. Немесе you protected, сен қорғадың. Protected yourself дейміз. Өзіңді қорғадың дейміз. Келесі, мен өзімді қорғадым деп айтайын. I protected myself деп айтамыз. Яғни, ол біз деген кезде мына өзі деген сөз өзгереді. She herself болады, he himself, we ourselves болады. Яғни ол өзін қорғады. Барлығы өзі деп аударылады. Бірақ we, they, youға келгенде ол сөз ауысады. Яғни self-тың қасына her, him, our, them, your, my деп сөздерді жазамыз. Сонымен сөйлемімізді ары қарай жалғастырайық. She always protected herself from the sun. Ол өзін күннен әрқашан қорғады деп айтамыз. Ары қарай сөйлем. By the time she'd settled the white-brimmed straw hat in place and collected her lacy gloves and picnic basket, Sophie and Antoine were already outside the gate дедім. Мына жерде сөйлемде she'd settled the white-brimmed straw hat дегенді аударайық. Hat деген бас киім, straw деген сабан деп аударылады, сабаннан жасалған бас киім. White-brimmed деген кең жиекті дегені. White деген кең, ал шляпасының бас киімнің жиегі кең дейді. Соны settled in place дегені орнына қойды дегені, яғни басына киді дегені. Басына киім киіп болғанда by the time, соны бітіргенше дейді. Және collected her lacy gloves. Lacy деген шілтерлі немесе тор деп аударсақ болады. Сондай қолғабын алды және пикник баскет, пикникке алып баратын кәрзеңкесін алып, басына бас киімін киіп болғанша, Софи және Антуан
не істеді дейді, were already outside the gate. Шарбақтың немесе дарбазаның сыртында еді дейді. Already деген уже деп аударылады орысша айтсақ, немесе сыртында еді деп қазақша қарапайым ғана аударамыз. Ары қарай сөйлемді жалғастырайық. Ваян joined them on the dirt road in front of their home дейді. Виана қосылды оларға дейді. Оларға қосылды on the dirt road. Dirt road деген лай немесе топырақ жол деп аударсақ болады, яғни асфальт төселмеген жолда. In front of their home. Олардың үйінің алдындағы топырақ жолда оларға қосылды дейді. It was barely wide enough for an automobile. Мына жолда айтып тұр, it was, жаңағы жол, автомобиль өтетіндей ғана, соған зорға жететін, зорға деп аударылады, зорға әрең жететіндей ғана кең еді. Wide enough. Enough дегені жетерлікте деген сөз. Ал кең жетерлікте. Былай айтсақ, автомобиль өтетіндей ғана, соған жететіндей ғана кең еді, соған әрең жететін еді деп аударылады. Beyond it stretched acres of hayfields, the green here and there, studded with red poppies and blue cornflowers. Бұл сөйлемді аударайық. Beyond деген тыс деген сөз. Яғни бұдан тыс, яғни мына жолдан тыс жерде, тысқары жерде, stretched acres of hayfields. Hayfield деген, field деген жазық дала, hay деген бұл пішен немесе шөп деп аударылады. Егер шөп дала деп алатын болса, онда бір жайылым немесе шалғын деп аударсақ болады. Яғни акрлар, гектар сондай шалғын жерлер созылып жатты дейді. Жаңағы топырақ жолдан тыс жерде дейді. The green here and there. Жасыл осында және анда болды. Яғни барлық жерде жасыл дейді. Studded деген қапталған, себілген деп аударсақ болады. Немен себілген? Studded with қызыл, орысшасы poppies деген гүлдің орысшасы мак, қазақша қызыл таңда немесе көкнар деп аударылады. Сонымен себілген сондай шөппен, көкнар қызыл таңдай шөбімен және blue cornflowers дейді. Көк cornflowers деген аудармасы орысша василек, ал қазақша гүл кекіре дейді. Яғни сондай шөптердің түрі. Forests grew in patches дейді. Ормандар өсті, in patches дегені әр жерде дегені. Әр жерде ормандар бар еді дейді. In this corner of a lower valley, fields were more likely to be growing hay than grapes дейді. Осы бұрышта дейді, valley деген аңғар, Луара аңғарының, Луара деген негізі өзен, Франциядағы өзен. Сол аңғардың осы бұрышында жазық далалар were more likely to be growing hay than grapes. Жүзімнен гөрі, more likely'ді қазақшада енді осы сөйлемде осылай аударылып тұр, яғни көбінде ол жүзімнен гөрі шөп қана өсетін дейді. Шөп қана, пішен қана өсетін сондай жазық дала еді дейді. Although less than 2 hours from Paris by train, it felt like a different world altogether. Енді although деген сөздің аудармасы дегенмен немесе алайда деп аударсақ болады, әйтсе де деп аударсақ болады. Жаңағы Париждан 2 сағаттан аз, яғни пойызбен баратын болсаң, 2 сағаттан аз ғана қашықта орналасқан жер дейді бұл. Бірақ it felt like a different world altogether. Altogether деген аудармасы барлығы деп аударылады. Бірақ мына жерде ол тіптім деп аударылып тұр. Яғни сезім, қандай сезім берер еді? Тіптім басқа әлем сияқты көрінетін еді дейді. Солай сезілетін еді дейді. Few tourists visited even in the summer дейді. Аздаған ғана туристер келетін еді қалаға, осы жерге жаздың уақыты болса да дейді. Even деген даже деп аударылады орысша. Біз қазақша енді жаздың уақыты болса да аз туристер келетін жер еді дейміз. Few tourists visited деп аударамыз. Сонымен біз осы сабақта Кристин Ханна деген автордың Бұлбұл деген шығармасынан үзінді оқыдық. Біршама жаңа сөздермен кездестік, сөз тіркестермен таныстық және сөйлемдерді үйреніп аудармасымен таныстық.